Қазақтың ұлттық ойындары. Ойын дегеніміз адамның ақыл-ойын дамытатын, қызықтыра отырып ойдан ойға жетелейтін, тынысы кең, алысқа меңзейтін, қиял мен қанат бітіретін ғажайып нәрсе. Қай халықтың болмасын, оның ұлттық ойындарының белгілі бір мақсаты, әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан ерекше қасиеті болады. Қазақтың ұлттық ойынының бірі алтыбақан. Алтыбақан ойыны тымық кеште, айлы түнде ауыл сыртында ойналады. Алтыбақан құру үшін 6 бақан немесе 6 сырық және 3 арқан керек. Бақандарды үш-үштен бір басын буып, аралығын 3-4 метр етіп уыс тәріздендіріп орнатады да жоғары жағы сырықпен жалғастырылады. Бақандардың жоғарғы ашаларына екеуі жоғарырақ, бірі төмен етіліп, 3 арқан тартылады. Жоғарғы екеуі отыруға немесе бел сүйеуге арналады, төменгі арқанға табан тіреледі. Қыз бен жігіт қарама-қарсы орналасып, бел арқанның екі жақтауын бекем ұстап, үшінші адамның демеуімен тербетіледі. Тербелушілер қосылып ән бастайды да, оған тамашалаушылар қосылып думандатып әкетеді. Бел, табан арқандарының орнына соңғы кездері жеңіл тақтайлар қолданылып жүр. Алтыбақан ойыны ежелгі көшпелі елдің бәрінде кең таралған. Отырықшы халықтарда ол әткеншек деп те аталады. Келесі ойынымыз ол теңге ілу. Ойынға қатысушылар тепе-тең 2 топқа бөлінеді. Әрқайсысы жеке-жеке шыбықты ат қып мінеді. Ойынды бастаушы жүргізеді. Ойын кезегі басталатын жерге сызық сызылады. Одан әрі 20-30 метрдей жерден тереңдігі бір қарыстай 2 шұңқыр қазылады. Шұңқырға 10-10-нан тас салынады. Сонда 2 топтан 2 сайыскер шығады да сызыққа келіп қатарласып тұрады. Бастаушының белгісі бойынша шыбық аттарын құйғытып шаба жөнеледі. Сол беттерімен әлгі шұңқырға жетіп, қол сұғып жібереді де тасты іліп алып, әрі өтіп кетеді. Шұңқыр тұсында бөгелуге болмайды. Ұпай әр сайыскердің іліп алған тастарының санына қарай есептеледі. Қай топ көп ұпай жиналса, сол топ жеңеді. Ойын жылдамдықты дамытып, әрі тез, дәл әрекет етуді үйретеді. Тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі. Ақыл-ой ойыны. Соңғы деректерге қарағанда, оның шығу тарихы 4000 жылдық кезеңді қамтиды. Ал кейбір мамандардың айтуынша, оның пайда болған кезі бұдан да көп уақыт болуы әбден мүмкін. Тоғызқұмалақ өткен ғасырларда қазақ даласындағы ең кең тараған ойын болатын. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада 2 адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан 9 атауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі болады. Алғашқы жүріс жасаған ойыншы бастаушы, қарымта жүріс жасаған ойыншы қостаушы деп аталады. Келесі ұлттық ойынымыз біздің дәстүрлі жалғасып үнемі ойналатын ойынымыздың бірі ол көкпар. Көкпар ұлттық ат спорты ойындарының бірі. Ойынның атауы көкбөрте, яғни лақ сөзінен шыққан. Дәстүрлі қазақ қоғамында көкпарға жасқа толған серкенің семізі таңдалған. Семіз серке терісі жыртылмайды. Орташа салмағы 20-30 килограммдай келеді. Басқа малдың терісі жыртылғыш болғандықтан көкпарға тартылмайды. Көкпар орталық Азия халықтар арасында кең тараған ойын түрі. Ол қырғыз тілінде көк бөрі, ұлақ тартыш, тәжік тілінде бузакаш деп аталады. Көкпар тарту сияқты ұлттық ат спорты ойындары басқа да шығыс елдерінде де бар. Ауғанстанда кең тараған бузваш ойыны көкпарға өте ұқсас. Сондай-ақ Аргентина халықтарының да көкпарға ұқсас ат спорты ойыны болған. Енді видеоға назар аударайық. Бұл аламанда тартылып жатқан көкпар ойыны. Назарларыңызға рахмет.